Hola amigos, қалайсыңдар? Жыданқа жақсы ма бролар? Бүгін бізде Қазақстанда шығған ойындар туралы айтатын боламыз. Так, стоп, Қазақстанда ойындар шыға ма не? Ну, шынымды айтсам, мен де солай ойладым. Бірақ та шынымен Қазақстанда ойындар шығады екен. Бірінші ойын бізде Динаның хикаясы. Бұл ойында сендер Динаның хикаясын өтесіңдер. Ну окей, бастан бастайын. Бұл топта сендер жарылатын, атысатын, қырылатын Қазақстанда шығған 3-4 ойынды көретін боласыңдар. Are you ready, my guys? Әшкәрі! Бірінші бізде Астана рейсі. 2010 жылы Арты компаниясынан шыққан ең бірінші гонкалық ойындардың бірі. Ойын, өздерін білетін Астана қаласында болды. Ойында сендер Астана архитектурасын аралап, полициядан қашып және скорості асыруларыңа болады. Ойында 7 миллион 500 мың теңгеге жасап шыққан. Және де ойын сатып алуға 16 мыңдай адам ұсыныс тастаған. Бірақ та логистикалық партнер конкестеріне 2500-3 мыңдай ғана диск сатылған. Ал басқа қазақстандық ойындар 6 мың тиражбен кеткен. Ал ойын бағалау жағынан 5-тен 3-5 балл алған. 6 мың тираж сатқан өзіне ойын өзін ақтап шықпас еді. Ойынның провалын тіпті ТНТ телеарнасы айтты. Ойында Need for Speed'ке ұқсатқысы келген. Және де ең алғашқы қазақстандық ойын шығарып мақтанғысы да келген. Бірақ та орысша сөйлейтін қазақ атамыз айтпақшы, казах без понтов, беспонтовый казах. Екінші ойын бізде Супер Байга. Ойында критикалық машина алдымен өзім скачать еткім келді. Ойын 500 гигабайттан аса мегабайт тұрады. No bad. Бірақ та подключение к пирам. Мен берілмейін деп басқа ссылкаларын іздедім. Бірақ та ойынның басқа ссылкалары жоқ екен. Тура осындай жағдай Теміран апокалипсиста да болды. Ойын бізге 2013 жылғы зомби апокалипсис туралы айтатынын айтқан. Обложкасының өзінен, мынау Горилла мен Fallout'тың мутантының қосындысы ғой. Ойында аптечканың орнына тіпті шымкентский пиво болу керек болған. Бұл ойын шығарған компания Шымкентте пайда болып, Нан Шымкент студиясы болып ашылған. Және оны Қазақ Digital Games деп ауыстырған. Және ойынның атында The Last Nomad деп ауыстырған. Ойынның сюжетін толықтай өзгерткен. Және де ойын жақында шықпайды деп 12 жыл бұрын жазған. Үшінші орын бізде Медаут 2. Ойында қазақстандық Владислав Иванчук деген адам Астана қаласында командасымен жасап шыққан. Ойынның екінші часть шыққанда, ойын English version motherfucker болып кетті. Ойынның картасы 7000 полигон, және 150-150 метр болған. Ну, түсінесіңдер үшін бұл вообще. Бірақ та разработчиктар үшін бұл ең қиын жұмыс болған. Мен бұл ойынды жазып алдым және ойнап көрдім. Ойын өте қызық және айналада кейде хаустар болып тұрады. Бірақ ең жыныма тигенім милицияның дауысы және рекламная пауза. Ойынды мен кішкене ойнап, яғни бір миссияны 1000 рет ойнап, старый машинаны сатып алдым. И оны әрлеп мафиядағы машина сияқты істедім. Қалай? Ойынның трейлерін 12 миллионнан аса адам қараған, оның ішінде мен де бармын. Ойынды көбінесе америкалық және россиялық сообщество ойнайды. Және де аз емес қаражат алып келеді. Төртінші ойын Top Run. Алматы қаласында тұратын Марк және Лена деген жасшыбайлар жасап шыққан. Ойынды жарты жылда Runner платформасында жасап шыққан. Бұл ойын 80 жылдардағы неон стилінде жасалған. Бас қаһарман Кевин деген жігіт, және де оның дос Бади деген ит досы бар. Және де ойында супер күштері бар достар мен ерекше қызықты жаулары бар. Бесінші бізде Steampunk Tower. Қарағанды қаласына Dreamgate компаниясында шыққан ойын. Бұл ойын компьютер және де смартфондарға бар. Ойын бойынша сендер балама ғаламда ойнайсыңдар. Бас қаһарман Бигхэм деген адамның әскери қызметіндегі жаңа қаруды сақтап және өзгелермен соғысуы керек. Айтпақшы араларында точно Қазақстанда шыққан ба және де қазақша неге жазбайды дейтіндер бар шығар. Біріншіде Қазақстан ойын шығаруға онша қарқынмен бюджеттен ақша бөлінбейді. Және де қазақтар ойынды тегін жазып алады. Соның кесірінен ойын шығарушылар өздерін ақтап шыға алмайды. Екіншіден, егер ойын қазақша болған жағдайда, елді, қаланы және де қаһармандардың аттарын қазақша қою керек болады. Егер олай қазақша қойған жағдайда шетелдіктер оны ойнамайды. Ойлаңдаршы, қазақша ойын шықты деліге. И бас қаһарман қолтық шашпен Сайлаубек. И екеуі шутер ойнап жүр. И еще артында Сайлаубектің авторлық кемені бәд деген өлең қосып қойындар. Ойнай мамнаны. Алтыншы ойын бізде Breadwinner. Бұл ойынды семейлік 3 жігіт жасап шыққан. Бұл студияның ерекшелігі бұнда бірақ адам ғана программист. Бұл ойынның идеологиясы бойынша сіздер атқа мініп және де қамшымен ұра аласыңдар. Ойынды шутер жанрында жасап шыққан. Және де ең таңғаларлығы бұнда қазақ тілі бар. Бұл дегеніміз просто охуенно. Және де ойын арқылы сендер ақша таба аласыңдар. Яғни бұл ойында сендер уақыттарында босқа құртпайсыңдар. Бұл дегеніміз тағы да охуенно. Бұл ойын керемет болған соншалық бұл ойынды Евразия каналында көрсетті. Егер қазақы жанрды қолдайтын болсаңдар, онда осы ойынды ойнаңдар. Осымен видео бітті. Егер ұнаса лайк басамыз, комментарий жазамыз. Және де мен телеграм каналыма тіркеліп кетіңдер. Ол жақта менімен араласып сөйлесулеріңе болады. Бәріңе сәттілік, бәріңе пока достар. Брат, 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 брат
Все в